Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай керемет дәмді лағманның құрамымен бөлісемін. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай лағманның қамыры сап-сары болып, жұп-жұмсақ болып шыққан. Ең алдымен лағманның қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге 600-700 грамм ұн, бір жұмыртқа және де салқын су. Салқын суымызға 2 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі салқын суымызға 1 шай қасық куркуманы салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі жұмыртқамызды венчикпен араластырып аламыз. Достар, құрғақ ұнымызға 30 грамм кукурузный крахмалды қосып аламыз. Бұл жерде видеоға түспей қалған. Енді куркума қосылған салқын суымызды ұнымызға жарты бөлігін құйып аламыз. Оның үстіне жаңағы жұмыртқамызды құйып, венчикпен араластырып аламыз. Куркума қосылған суымызды аз-аздан құя отырып, қатты қамыр елейміз. Достар, видеода көрсетілгендей қатты қамыр шығу керек. Міне достар, осындай қамыр еленді. Енді бұл қамырымызды мешочыққа салып, 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. 30 минуттан кейін бұл қамырды қайтадан елеу керек. Қамырдың иі қанғанша біз лағманның гуляшын дайындаймыз. 400 грамм сиыр еті және де 1 пиязымызды турап аламыз. Ысып тұрған табадағы майымызға етті салып, жақсылап көріп аламыз. Дәміне қарай тұзын, қара бұрышын, қызыл бұрышын салып араластырамыз және де туралған пиязымызды салып тағы да қуырамыз. Келесі 1 дана сәбізді ұзынша қылып тураймыз. Келесі пісіп жатқан етіміздің үстіне туралған сәбізімізді салып пісіріп аламыз. Келесі қуырылып жатқан еттің үстіне 1 шай қасық томатымызды салып тағы да қуырып аламыз. Келесі қуырылып жатқан еттің үстіне ыстық суымызды құйып, барлығын жақсылап пісіріп аламыз. Келесі болгар бұрышын жуып, тазалап, оны ұзынша етіп турап аламыз. Туралған болгар бұрышын бір ыдысқа салып отырамыз. Келесі пісіп жатқан етіміздің үстіне болгар бұрышын салып, 10-15 минут пісіріп аламыз. Достар, гуляшымыз дайын. Енді оның үстіне жасыл пиязымыз бен укропымызды саламыз. Енді 1,5 сағат тұрған қамырдан лағман созамыз. Ол үшін дөңгелек қамырымызды жайып аламыз. Енді жазған қамырымызды осылай ұзынша қылып әрбіреуін бөліп аламыз. Қамырды осындай ұзынша қылып бөлгеннен кейін оның үстіне сұйық майымызды жағып шығамыз. Қамырдың екінші жағын аударып, тағы да майлаймыз да, оны осындай бір ыдысқа саламыз. Қамырдың бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Келесі қамырдың бір бөлігін алып, қалғанын пищевой пленкамен жауып қоямыз да, жаңағы алған бөлігін видеодағындай созып шығамыз. Әрбір созылған қамырдың бөліктерін тарелкаға осылай дөңгелектеп қоямыз. Енді бетіне сұйық майды жағамыз да
пищевой пленкамен орап 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут тұрған қамырымызды астыңғы жағын үстіңгі жағына аударамыз. Келесі қамырымыздың әрбір бөлшегін тағы да видеодағыдай созып шығамыз. Қамырдың формасы жіңішке болғанға дейін созамыз. Созған қамырымызды жеке-жеке қойып отырамыз. Достар, созылған қамырдың қалыңдығы видеодағыдай болу керек. Барлық созылған қамырымызды осылай тізіп қоямыз. Созылған қамырдың бір ұшын алып, оны екі қолымызға ораймыз. Екі қолымызға орап алған қамырымызды үстелге осылай ұрамыз. Әрбір қамырымызды видеодағыдай созып аламыз. Келесі қатты қайнап тұрған ыстық суымызға 2 ас қасық тұзды салып араластырып аламыз. Келесі қайнап тұрған ыстық суға қамырдың бір бөлігін салып, оны осылай араластырып аламыз. Қамырымыз пісе бастаған кезде судың бетінде осылай әппақ болып көпіршиді. Піскен қамырды суық суға осылай бір малып аламыз. Міне достар, лағманның қамыры дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай жабыспайды және де сап-сары болып біркелкі болып піскен. Міне достар, біздің лағман дайын. Мен жаңағы дайындап қойған гуляшты үстіне құйдым. Лағман өте керемет. Қамыры сондай жұмсақ болып піскен. Менің жұмысымды бағалап, маған тіркеліп, және де менің барлық видеоларыммен таныстарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.